Сәлеметсіңдер ме, 6 сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілі сабағынан 2 бжб-ны орындайтын боламыз. Каналға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бөлім ұлттық және отбасылық құндылықтар, фонетика, әлемнің 7 керемет. Бірінші тапсырмада орындауға 15-20 минут қана беріледі екен. Мәтін берілген, мәтінде орфографиялық және пунктуациялық қателерді тауып түзету жасаңыз дейді. Мәтіннің ой жүйесі бойынша құрылымына түзету жүргізіп қайта көшіріп жазыңыз дейді. Келіннің тапқырлығы. Келін туралы мәтін берілген. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай әртүрлі қателіктер жазылған. Бас әріппен жазылатын жерлер бар екен. Соларды кішкентай әріппен жазылып кеткен. Келіннің тапқырлығы жайлы, атасы мен келіннің тапқырлығы жайлы мәтін қысқаша берілген. Осы мәтінді сауатты қылып астына түзетіп жазатын боламыз. Келесі бетінде дұрыс жауап берілген. Бірінші тапсырманың жауабы: ертеректе бір Қамысбай деген қарияның балаларының аты Қасқырбай, Қойбай, Қубай, Сушақбай, Балтабай, Баубай екен. Балтабай үйге келін түсіріп, сол жаңа түскен жас келінді сынамақ болып, атасы өзінің ар жағынан жүгіріп келіп, судың ар жағында, қамыстың бер жағында қойды қасқыр жеп жатыр. Жылдам ауылға хабар бер келін. Балтабай пышақ қайрап әкеліп, ады ал бауыздап алсын. Мен қасқырларды қуып кеттім. Шу депті. Мұнысы қысылтаяң шақта келінім көргенсіздік танытып, өзінің қайнаға қайнатасының атын айтып қояр ма екен деген ойы болатын. Сөйсе келіні шапшаң үйге жетіп күйеуіне: шапқау тез бол, сарқыраманың ар жағында, сылдыраманың бер жағында маңыраманы ұлымалар жеп жатыр. Атам жыламаның билеуіне жанып әкелсін дейді. Ұлы өзі ұлыманың өзінен кетті депті. Келін осылай тапқырлық танытып, қайнаға қайнаталарының атын ешқайсының атын атамапты. Келесі тапсырмаға тоқталайық. Мәтіннің 2 тапсырмасында мәтін бойынша 4 нақтылау сұрағын құрастыруға берілген екен. Нақты сұрақтар, яғни өткен алдыңғы мәтін бойынша келеді. Сұрақтар: ертеректе кім деген қария болды? Жаңа түскен келінді атасы неге сынамақ болды? Келін қандай тапқырлық көрсетті? Қарияның неше ұлы болған деген сияқты осындай мәтін бойынша 4 сұрақ құрастырдым. Оқушылар, бұл бірінші оқу тоқсанның 2 бжб-сы болатын. Сіздер өз жауаптарыңызбен салыстырып көріңіздер. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер.